ана баланы алдырт. Баланы алдыртады да қинайды. Қаяқтан үйрендің? Сиқыршыдан. Жоқ дейді. Сиқыршыдан үйренген жоқпын дейді. Қинайды ғой баланы. Қатты қинаған кезде кішкентай бала ғой ол. Айтып қояды жаңағы ғибадатшылық кісі. Бағана не деді? Саған үлкен сынақ келеді дейді. Сол кезде маған қарай жол сілтеме деді. Бірақ бала бәрібір әлсіздігін көрсетті. Айтқан сынба деп еді, сынып қалды деген сияқты. Соны аяқтан не істеді? Ғибадатшыл кісіні алып келді ғой, ұстады. Кім сендердің раббыларың деді ғой? Сенің де деді. Біздің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Қоя, менен басқа иман келтірген кезіне ғой. Жақсы деді. Жаңағы ғибадатшыл кісінің басына араны қоятын еді ортасына. Кім раббың деді? Сенің де, менің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Кесіңдер деді. Арашылар. Араларымен ғыртылар кесіп отырып не істеді дейді? Бөліп тастады дейді. Екіге жаңағы ғибадатшыл кісі. Сиқыршыға жаңағы көз ашылып кеткен сарайдың қызметшісіне келді. Кім сенің раббың? Көріп тұр ғой анау не істейтінін? Сенің де, менің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Иман. Сөйтті де не істеді? Басының ортасына араны қойды да дырылдатып кесіп шықты ғой. Қол ара ғой ол кезде. Балаға келді ғой. Кім сенің раббың? Сенің де, менің де әлем раббысы Алла деді. Жаңа нөкерлерге айтты, мына баланы алыңдар да дейді, таудың басына апарыңдар дейді. Ана хадисте шыңның атын айтады енді. Ұмытып қалыппын шың. Сол шыңға апарыңдар, пәлен деген шыңға. Сөйтіп, сол жерге барып сұраңдар дейді, раббысы кім екен. Егер мен айтса, онда жіберіңдер, Алла десе, онда лақтырыңдар дейді, қыздың басына. Қыздың басына барады да сұрайды ғой. Алла дейді ғой. Алла кішкентай бала алды. Алла қыздан лақтыруға әрекет жасаған кезде Аллахумма кфирихим бима ши'та деді. Я Алла, олардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көрші деді. Дұға ғой. Бұл дұғаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтқан. Қашан айтты? Қашан айтты? Абу Бакр Сиддиқтың екеуі өмірге барды. Шобаласып тұр бірақ. Шобаласып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Меккеден Мединаға хижрет етіп бара жатқан кезде Сурақа ибн Мәлик деген кісі қуат 100 түйе тігеді ғой пайғамбар басына. Сол қуып келе жатқан кезде пайғамбар кішкентай қалған кезде осы дұғаны айтады. Сол кезде атының екі аяғы кіріп кетеді де өзі жерге қадалады жаңағы Сурақа ибн Мәлик. Сол кезде пайғамбар Аллахумма кфинихим бима ши'та деген дұғаны айтты. Я Алла, бұлардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көр дейді. Бұл дұға бәрімізге керек бұл. Өйткені өмір ғой, әркім зұлымдық шегіп қалуы мүмкін да.